Кеш жарық құрметті мұғалімдер, сіздерде мына журналды толтыру туралы бір көрсететін заттарды мен қазір көрсетейін. Мына бір күнде 2 сабақ болған жағдайда біздің журналымызды дұрыс толтырмайтын жағдайлар мұғалімдер бар. Сондықтан біз дұрыс толтыруымыз керек. Bir күнде 2 сабақ болған жағдайда не істеуіміз керек? Әр мұғалім толтырар алдында есеп дегенге кіріңіздер. Осы есеп дегенді басып, осының ішінен өзі мұғалімдер деген бар ма? Мұғалімдердің ішінен өзіңізді таңдап алуыңызға болады. Өзіңізді таңдап бүгінгі күнді алуыңызға болады. Бүгінгі күнді қарайсыз, қандай сабақ болған жоқ, ой үстіп тексеріп отырасыз. Барлығы толтырылып тұр. 2 күн бұрын алуларыңызға болып, өтіп кеткен күндермен қосып алуларыңызға болады. Мысалы 15-нен 19-на дейін өйстіп қарап шығуларыңызға болады. Енді біз жаңа айтып отырмыз ғой, бүгінгі күнді алып отырмыз. Енді қараңыздар, менде 11-ші әдеби сабағым болды бүгін. Енді 11-шінің журналын ашатын болсам, осы журналдың ішін қарап шығайық. Өз журналымызды ашамыз. Пәнді таңдаймыз. Міне қараңыздар. Бүгін менде 2 сабақ тұр. Яғни мен бірінші күнін ашамын. Бірінші күнді ашамында оған мен тырнақшасын қоямын. Сабақтың түрін сапты қоямын және қысыны қоямын. Себебі мен бұл класста офлайнда, онлайнда болғандықтан сап пен қысыны ғана қоя аламыз. Ал егер тек қана онлайн болса, онда қысы, офлайн болатын болса, сапты ғана қоясыңдар. Және формативка ашамыз. Формативканы қараймыз, мына жерден қарауларыңа болады. Неше балаға қойып тұр мен? 5 балаға міндетті түрде қойдым. Осы формативкаларда бір формативка, мысалы, толық класстан алуларыңызға болады. Одан кейін бір аптада бірде 5 балаға қойып отырсаңыздар, бір кіргенде міндетті түрде 5 баладан кем қоймау керек. Сондықтан ол да ескерілу керек. Енді мына үй жұмысын мен мына жерден басуыма болады, немесе ана жақтан да басуыма болады. Сақтау орындалды деп мен басамын. Енді қараңыздар, бірінші күнім бітті деңіз. Енді екінші күн. Екінші күнге мен міне көріп отырсыздар, формативка ашпаймын. Сабақтың түрін қоямын. Жетеді, бір күнде 2 сабақ болғандықтан бір формативка жеткілікті. Енді қараңыздар, мынау тырнақшасын қоямын, сабақтың түрін қоямын. Мына жерде үй жұмысы жоқ. Бұл жерге жазылмайды. Сондықтан сендер мынау күнтізбелік жоспарлауға барасыздар. Bir күнде 2 сағат қатар болған кезде жоспарлауға кіресіздер, күнтізбелік жоспарлау. Одан кейін сіздерде міне үй жұмыстары тұр ғой. Біз мынаны басамыз, орындау дегенді. Орындауды басамыз, орындап жаңа орындап қойдық қой, тексеріп шығайық. Келесі жағдайда біз күнтізбелік жоспарды тағы да ашып жатырмын. Қараңыздар, мына жерге мына үй жұмысын жазамын. Мынау бірінші күн болдық қой, міне жазылды, тексердік. Енді екінші күнгі ана жағынан мына жаққа кірген кезде үй жұмысы жазылмайды деп тұрмыз ғой. Мына жерде ол жазылмайды. Сондықтан біз оны жоспарлауға кіріп жаздық. Және жазып болғаннан Enter'ді басамыз және просмотр. Бұны да орындап тастаймыз. Мен бағана орындап қойғам. Сіздер осыны басқан кезде мына қызыл түстен жасыл түске орындалады. Сол кезде біз толық осы үй жұмысын беріп, 2 күнді толтырып, 2 сабақты, бір күндегі 2 сабақты толтырамыз. Ал егер бір сабағыңыз қалып қойса, бұл жерде 50% болады. Егер сіз мына жерде мынандай жағдай болып жатырда кейбір мұғалімдерде, мына күні ол үй жұмысын мына жерге жазбай кетеді. Бір күнді күн жазады, оны тексереді, екінші күнді ұмытып кетіп жатыр. Ол ұмытып кетсеңіз мына жерде, ол мына жақта 100 болып көрсете береді. Мынаны тексеретін болсаң есепте 100 болып көрсете береді. Бірақ сіз күнтізбелік жоспарлауға кіріп, үй жұмысын мына жерде жазуларыңыз керек. Және орындадым деп басуларыңыз керек. Сонда бір күнде 2 сағат болған жағдайдың 100% орындалуын
тексеріп отырасыз. Және осылай жасасаңыздар толық орындалады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жекеме жазыңыздар.